Күйеуі жұмыссызбын деп әйелін алдап жүргенде, өзі Түркияда демалып жатқанын әйелінің ойына да кіріп шықпады. Сен өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Қандай сапар? Мен онсыз да ауыр күйзелісте жүрмін. 2 ай болды жұмыс таба алмай жүрмін. Елде жұмыс жоқ. Ал сен мені жалғыз тастап мансабыңды ойлап кетпексің бе? Әйелдің орны үйде. Осыны ұмытпа, осылай деп Мақсат ойын пультін диванға лақтырып жіберді. Тура 2 ай бойы дені сау, 32 жастағы азамат өзін өмірден әбден қажыған, жұмыссыз қалған бейшара адам ретінде көрсетіп жүрген еді. Қысқартуға іліктім. Енді өмірдің мәні қалмады. Осы сөздерді күнде қайталайтын. Ал жұбайы Мәриям оның ісіне қарап отырып, күн сайын іштей қашып бара жатқанын сезетін. Сол күні таңертең оған күтпеген жерден өте жақсы ұсыныс түсті. Компания басшылығы оны бөлім басшысы қызметіне шақырды. Жалақысы қазіргі табысынан бірнеше есе жоғары, тек бір ғана шарты бар еді. Айына бірнеше рет сапарға шығу керек. Бірақ бұл олардың өмірін түбегейлі өзгерте алатын болатын. Көптен бері ипотеканың қарызы, коммуналдық төлемдер, несиелер ай сайын жалақыға әрең жететін. Мәриям қуанышын жасыра алмай, жұмыстан кейін үйіне асығып келді. Мақсат, саған тамаша жаңалығым бар. Бірақ күйеуінен күткен қуаныштың орнына салқын қабақ көрді. Бұл уақытша ғана ғой. Аздап шыдайықшы. Ақша өте қажет. Осы қызметке келіссем, бәрімізге жақсы болады. Мақсат ауыр күрсініп көзін төбесіне қада. Ақша бәрі емес, Мәриям. Отбасы бәрінен маңызды. Сен сапарда жүргенде маған кім тамақ жасап береді? Менің жүйкем онсыз да сыр беріп тұр. Маған қазір сенің қолдауың керек. Ал сен ақша үшін мені жалғыз қалдырмақсың. Осы сөздерді естіген сайын Мәриям өзін кінәлі сезінетін. Шынында да мен дұрыс істемей жатқан шығармын. Бала кезінен анасы. Әйел ең алдымен отбасын ойлауы керек деп үйреткен, сол себепті ертеңіне ол басшысының кабинетіне кіріп, кешіріңіз. Отбасылық жағдайыма байланысты бұл қызметтен бас тартуға мәжбүрмін деді. Осылайша тағы да мансабын емес, отбасын таңдады. Арада бірнеше күн өткенде Мақсат тағы бір жаңалық айтты. Ауылға барып келемін. Әкем хабарласты. Сарайдың шатыры тесіліп қалыпты. Рубероид төсеп, жөндеуге көмектесуім керек. Таза ода жұмыс істесем, жүйкем де тынышталады. 1-2 апта сонда болып қайтамын. Мәриям оған бірден сенді. Кеш бойы жолға деп үйдің котлетін қуырып, қарақұмық пісіріп, бәрін пластик ыдыстарға салып дайындады. Жасырын жинап жүрген соңғы ақшасы 5000 рубльді алып, әкеңе жанармай аларсың, өзіңе керек болып қалар деп күртешесінің қалтасына салып қойды. Өйткені Мақсаттың өз ақшасы жоқ деп ойлайтын. Күйеуі жұмыстан қысқартқанда ешқандай өтемақы берген жоқ. Өз еркімен шықтым деп арыз жаздырды деген болатын. Мәриям оған күмәнсіз сенді. 3 күн бойы үй іші тым-тырыс болып қалды. Кеш сайын жұмыстан келгенде бос пәтер қарсы алады. Мақсаттан анда-санда ғана хабар келеді. Белім ауырып кетті әкеммен, күні бойы шатыр жөндеп жатырмыз. Осындай хабарламаларды оқып, оны аяйтын. Ағаш үстелдің үстінде тұрған мұздай сыра. Қасында қымбат тіске басар, ал астында. Бүгін әкем екеуміз күні бойы шатыр жөндедік. Белім сынып кетті. Ауылдағы кішкентай кафеде аздап демалып отырмын. Сені сағындым. Мәриям жымиып, байғұсым қатты шаршаған екен деді. Бірақ суретті үлкейтіп қараған сәтте көзі күтпеген бір нәрсеге түсті. Мәриям суретті тағы бір рет мұқият қарай бастады. Алғашында бәрі қалыпты көрінді. Бірақ артқы фонда бір нәрсе оның назарын бірден өзіне аударды. Ауылдағы шағын кафе расымен солай ма? Өйткені суреттің артында көгілдір плиткамен қапталған алып бассейннің жиегі анық көрініп тұр еді. Ал сыраның жанындағы күл салғышта үлкен әріптермен «Фс» деген жазу тұр. Бұл кәдімгі ауыл кафесіне мүлде ұқсамайтын. Мәриямның жүрегі тарсылдап қоя берді. Ол суреттің қосымша мәліметтерін ашты. Келесі секундта бүкіл әлемі төңкеріліп кеткендей болды. Геолокация. Мақсат оны өшіруді ұмытып кеткен екен. Экранда анық жазылып тұр. Түркия, Анталия, 4 жұлдызды қонақ үй. Мәриям үнсіз қатып қалды. Сонда ауыл емес пе? Сарайдың шатыры ше? Әкесі ше? Көз алдынан соңғы 2 ай кино лентасындай өте бастады. Жұмыссызбын, ақша жоқ. Күйзелістемін. Ипотеканы өзің төлеші.
Коммуналдық төлемді де өзің жаба тұр, ал өзі Түркияда күнге қыздырынып, бассейннің жанында коктейль ішіп отыр. Сол сәтте тағы бір ой жарқ ете қалды. Жұмыстан қысқарған адамға заң бойынша бірнеше айлық өтемақы төленуі керек еді. Демек, ақша болған, көп ақша болған. Бірақ ол бәрін әйелінен жасырып, өзіне ғана сақтап қойған. Мәриям күндіз-түні жұмыс істеп жүргенде, ипотеканы жалғыз төлеп жүргенде, өзі соңғы ақшасын күйеуіне беріп жүргенде, мақсат сол ақшамен шетелге демалуға кеткен. Бір тамшы да өкінішсіз. Сол сәтте Мәриямның ішінде бір нәрсе үзілді, бірақ ол жыламады, айқайламады, телефон соғып ұрыспады, керісінше өте сабырлы болып кетті. Үнсіз ноутбугын ашты, алғашқы кірген сайты. Көшуге арналған картон қораптар сататын дүкен. 9 үлкен қорапқа тапсырыс берді. Экспресс жеткізу. Келесі сайт. Есік құлпын ауыстыратын шебер, оны да сол күнге шақырды. Бір сағат өтпей курьерлер қораптарды әкеліп кетті. Мәриям еш эмоциясыз пәтерді аралай бастады. Әр сөреден, әр шкафтан, әр бұрыштан мақсаттың барлық заттарын жинады. Футболкалары, кроссовкалары, ойын приставкасы, киімдері, құжаттары, тіпті тіс щеткасына дейін. 9 қораплық толды. Сосын қызыл маркерді алып, әр қораптың сыртына үлкен әріптермен жазып шықты. Мақсаттың трусигі. Келесі қорапқа байғұс жұмыссыздың ойын приставкасы, тағы біріне Түркиядағы шатырды жөндеу құралдары. Келесіне ауыл батпағына арналған кроссовкалар. Жазып болған сайын оның жүзіне жеңіл күлкі үйіріле берді. Бірнеше минуттан кейін есік қоңырауы соғылды. Құлып ауыстыратын шебер келген екен. Жарты сағаттың ішінде барлық құлып жаңасына ауыстырылды. Енді бұл пәтерге мақсаттың кілті жүрмейтін болды. Бірақ Мәриямның жоспары мұнымен біткен жоқ. Жұма күні таңертең Мәриям ерте оянды. Бірден жүк тасымалдайтын компанияға хабарласты. Үлкен газель көлігімен 2 жүк тиеушіге тапсырыс берді. Мекен-жайды нақты айтты. Барлық қораптарды күйеуімнің ата-анасының үйіне апарасыздар. Есіктің алдына дейін түсіріп беріңіздер. Барлық қызметтің ақысын алдын ала төлеп қойды. Түске қарай жүк көлігі ауылға жетті. Дәл сол сәтте үйдің алдындағы шуды естіп, енесі Нәзира апай сыртқа шықты. Ол ұлы шынымен қалада жұмыс іздеп жүр деп ойлайтын. Шатыр жөндеу туралы ештеңе білмейтін. Өйткені олардың үйінің шатыры өткен жылы ғана жаңартылған еді. Жүк тиеушілер үн-түнсіз бірінші қорапты түсірді. Артынша екіншісі, үшіншісі. Қораптар аулаға бірінен соң бірі жинала бастады. Әй, балалар, сендер қателескен жоқсыңдар ма? Бұл не заттар? Жүк тиеуші қағазды ұсынып. Мақсаттың заттары. Қол қойыңыз. Сол сәтте Нәзира апайдың көзі қораптағы үлкен жазуға түсті. Мақсаттың трусигі. Жандағы қорапта Түркиядағы шатырды жөндеу құралдары. Тағы бірінде жұмыссыздың ойын приставкасы. Ол ештеңе түсінбей, аң-таң болып қалды. Дәл сол кезде үйден қайын атасы Серік ағай шықты. Ол да аулада үйіліп жатқан қораптарға қарап қатып қалды. Сосын басын көтеріп, үйдің төбесіне қарады. Шатыр тап-таза. Жаңа шифер. Ешқандай тесік жоқ. Ешқандай жөндеу жүріп жатқан жоқ. Нәзира апайдың жүрегі зу ете қалды. Қалтырап телефонын алып, ұлына қоңырау шалды. Ал сол уақытта Мақсат Түркиядағы бассейннің жанында күнге қыздырынып жатқан. Қолында салқын коктейль. Көңіл күйі көтеріңкі. Телефон шырылдады. Иә, мама. Келесі секундта телефонның ар жағынан анасының ашулы даусы жаңғырды. Қандай шатыр? Қандай ауыл? Сен қайдасың өзі? Артынша әкесінің айқайы естілді. Әй, масқара. Сенің приставкаңды біздің бақшаның ортасына түсіріп жатыр. Мына қораптардың не екенін түсіндір. Мақсаттың өңі қашып кетті. Қолындағы коктейль тамағына кетіп жөтеле бастады. Бәрі бітті. Бір ғана геолокация оның барлық өтірігін әшкерелеген еді. 5 минуттан кейін Мәриямның телефоны тынымсыз шырылдай бастады. Мақсат қайта-қайта қоңырау шалып жатыр. Жауап жоқ. Артынша ұзын хабарламалар келе бастады. Мәриям, сен бәрін дұрыс түсінбей қалдың. Бұл арзан жанып тұрған жолдама еді. Бұрынғы әріптесім ұсынып еді. Жүйкемді тынықтыру үшін ғана келдім. Телефонды көтерші.
Біз бір отбасы емеспіз бе? Отбасы. Осы сөзді оқығанда Мәриям ашы жымиды. Кеше ғана дәл осы сөзбен оның арманын таптап, мансабынан бас тартқызған адам енді тағы да сол сөзді қалқан етіп тұр. Ол еш ойланбастан бұғаттау батырмасын басты. Барлығы аяқталды. Ортақ балалары жоқ. Пәтерде Мәриямның атына некеге дейін рәсімделген. Бөлетін дүние де болмады. Дүйсенбі күні Мәриям жұмысына ерекше көңіл күймен келді. Басшысының кабинетіне кіріп, Ілияс Серікұлы, бұрынғы ұсынысыңыз әлі күшінде ме? Басшысы таңырқай қарап қалды. Иә, әрине. Онда мен келісемін. Қызметке бүгіннен бастап кірісуге дайынмын. Енді іс-сапарлар мені мүлде қорқытпайды. Басшысы ризашылықпен басын изеді. Осылайша Мәриям өміріндегі ең дұрыс шешімді қабылдады. 2 ай өте шықты. Жаңа қызмет, жаңа өмір, жаңа мүмкіндіктер. Кезекті іс-сапар алдында ол әуежайдың бизнес залында отырды. Қымбат іскерлік костюм. Қолында ноутбук. Алдында маңызды келісім шарт. Панорамалық терезеден ұшақтарға қарап отырып, ол ерекше жеңілдік сезінді. Енді ешкім оның мойнына өзінің жалған күйзеусін артып қоймайды. Ешкім оның тапқан ақшасын алдап пайдаланбайды. Енді ол тек өзі үшін өмір сүретін болды. Ал мақсат ше, Түркияға жұмсаған жасырын ақшасы көп ұзамай таусылды. Пәтерге кіре алмады. Жаңа үй жалдауға шамасы жетпеді. Ақырында амалсыздан ата-анасының ауылындағы үйге көшіп барды. Енді ол күнде әкесінің бақылауымен шынымен шатырға шығып, руберой тасып жүрді. Өмір оған өзі ойлап тапқан өтіріктің дәл сондай жазасын берді. Мәриям телефонын алып, әуежайдың әсем көрінісінің алдында күлімдеп селфи жасады. Бұл жолы геолокацияны әдейі өшірмеді. Өйткені енді оның ешкімнен жасыратын ештеңесі жоқ еді. Сол сәтте диктордың даусы естілді. Құрметті жолаушылар, рейске отырғызу басталды. Мәриям шағын чемоданын алып, нық қадаммен жаңа өміріне қарай бет алды. Кейде өмірдегі ең үлкен жеңіс біреуден кек алу емес, өз бақытыңды қайта табу екен.